Сәлем достар, бүгін үй жағдайында хот-дог дайындаймын. Осындай дайын нандар алып келдім. Қазір хот-догтың ортасына салатын сәбіз салат дайындаймын. Оған паприка, кориандр және де чеснок қосып, үстіне сұйық май қосып, жақсылап араластырамын. Дәміне қарай тұзын салып, қолдарыңызбен жақсылап мұжып, сәбіздің суын шығарамыз. Өте дәмді болып шығады және де дайындалуына 3-4 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Міне осымен біздің сәбіз салатымыз дайын. Енді кезекте нандарымызды дайындап аламыз. Осылай барлығының ортасынан кесіп шығамыз. Жаз мезгілінде осылай серуенге, тауға шықсаңыздар, өздеріңізбен бірге осыны хот-догты жасап алсаңыздар да болады. Балалардың құмар тағамдарының бірі, өте сүйіп тұрып жейді. Міне нандарымызды дайындадық. Енді мен ортасына қазір майонез осылай жағып шығамын. Үйлеріңізде арнайы сырный соус немесе горчица болса, соларды пайдалансаңыздар болады. Хот-догпен өте жақсы үйлеседі. Менде үйде болғаны осы майонез бен кетчуп қана, сол себепті осыларды ғана пайдаланып жатырмын. Өте аз мөлшерде жағып шығамыз, байқасаңыздар. Өйткені бізде сәбіз салатымыз өте дәмді болып шыққан, сулы болып. Сол себепті кетчуп пен майонезді көп қосудың қажеті жоқ. Міне енді ортасына сәбіз салатымызды саламыз. Қиярдың орнына, осы свежийдің орнына соленый қияр пайдалансаңыздар да болады. Помидорды міндетті түрде емес, бірақ мен қосып жатырмын. Және де сосиски. Енді бетіне кетчуп пен майонезді осылай сәндеп сеуіп шығамын. Жағып шығамын. Енді барлығын осылай кезекпен кезек жасай береміз. Қазір мен балаларға салатный листья қоспай жасап жатырмын. Өзімізге салатный листья қосып жіберемін. Өзіміз қатты жақсы көреміз, сол себепті. Міне, екеуін салатный листьясыз жасап алдым. Қазір қалғандарына салатный листьяны қосып, осылай жасаймын. Салатный листья өте пайдалы. Және де өзіміз қатты жақсы көреміз, сол себепті қосамын. Міне енді кетчуп пен майонезді дәл солай сәндеп шығамыз. Міне осымен біздің хот-догтарымыз осылай тез дайын болады. Егер жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде жасап көріңіз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сол кезде менің түсірген видеоларым бірінші сізге көрініп тұратын болады, жаңа салған видеоларым. Міне осымен біздің хот-догтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, егер жасамаған болсаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.